балаңызға мектепке дайындап берсеңіздер болады. Балалық шақтың балдам, өте жұмсақ нәзік болып шығатын лакумканың рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су, тұз, дрожж, үй жағдайында ертілген сары май, қантымыз қойып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Илекштен өткізген ұнымызды салып, жақсылап қолға жабысатындай қамыр илеп алатын боламыз. Жұмсақ бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырым 1 сағатта ашыды, қараңыздар, әдемі болып, күшті болып көтерілген екен. Енді осы тестамызды бөлшектерге бөле отырып домалақ етіп аламыз. Тестамызды жайып, дәл видеода көрсетілгендей етіп жасап аласыздар да, формаға салып 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Сонда біздің лакумкаларымыз әдемі болып көтеріліп пісіп шығады. Тестамыз көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға 20-25 минутта пісіріп аламыз. 180 градуста алдын ала пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Лакумкаларымыз дайын болып пісіп шығамыз дегенше ішіне жағатын крем дайындап алатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға үй жағдайында ертілген сары майымызды, сгущенкамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Көп араластырып жібермеңіздер, 1-2 осылай бір қою масса болғанша араластырып алсаңыздар болады. Ары қарай крошкамызды дайындайтын боламыз. Арнайы блендерге 2 артығымен лакумканың тестасын жасап, ішіне салып дайындап алатын боламыз. Осындай крошка болып шығады. Енді пісіп шыққан лакумкаларымыздың ішіне дайындаған кремімізді жағып, крошкамызға батырып аламыз. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаған болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Парақшамда пайдалы рецепттерге толы. Сіздермен бірге болған мен Ғалия.